Барлық киносүйер қауымға сәлем. 2017 жылдың керемет кинокомедияларының бірі «Няня» фильміне қысқаша шолу жасаймыз. Хан кино каналы сіздермен бірге. Арнада тек қана үздік фильмдер мен сериалдар. Арнаға жазылыңыз, және сіз әрқашан не көру керектігін білетін боласыз. Киноның басты кейіпкері уколдан қатты қорқатын Коул деген жігіт. Коулдың Мелани деген дос қызы бар. Мектептен кейін бір топ гопник Коулды мазақ етуді шешеді. Өйткені тек ол ешкіммен андай движение істемеген. Черный Коулды итеріп жібереді, бірақ та қайдан шыққаны белгісіз бір нарахати қыз пайда болады. Би Черныйдың құлағына бір-екі сөз айтқаннан кейін ол жоқ болып кетеді. Бұдан кейін Би Коулдың үйіне апарып тастауды ұсынады, өйткені ол оның нянесі. Қыздың екі шарик базы жоқ екені. Үйге келсе, анасы подвалды жинастырып жатыр. Интернетте таңға дейін отырып, сабаққа барады. Автобуста Мелани оның нянясы ол ұйықтап жатқанда үйге біреулерді әкелетін айтады, бірақ ол сенбейді. Коул бидің очкарик батамен тұрғанын көріп, настроениесі нәскейге түсіп кеткен. Коулдың әкесі бір жұмаға демалысқа баратындарын айтып, осы уақытта оны нянкісі қарайтын айтады. Коул довольный. Олар көңіл көтере бастайды. Бұл Коулға ұнайды. Қасқа шақшыдап жүрген шығар. Коул нянесінің емшектерін ұстап көруді сұрайды. Бірақ та Би егерде оны көрсетер болсам, оларды жеп қою мүмкін дейді. Би Коулға балалар уақыты бітті, балапан арнасын өшіріп ұйықтауын сұрайды. Мелани ол ұйықтап қалғаннан кейін оған оның достары келетін айтады. Барлығы солай болып шығады. Төменгі қабатта талпа қыздар мен жігіттер отыр. Би еңбектеп барып, ай шіркін, арты жақсы екен. Батамен сорысып жатқанда нән екі пышақты басына тығып қояды. Бұлар секті екен. Бұл аздық етіп оларға бейкүнаның қаны керектігін айтады. Коул өз бөлмесіне кіріп, милиция ағайларға звондайды. Олар кіргенде ол ұйықтап жатқан сынай танытады. Бұған дейін Би Коулға ішіне ұйықтататын дәрі қосып, сусын берген болатын. Бірақ та Коул оны ішпеген. Олар оның қанын алады. Талпа кеткеннен кейін ол қашпақшы болады. Бірақ проблема бар. Би бөлмеде тұр. Ол талып құлайды. Есін жиса, алдында қара бала, қазақ тіл пәнінің мұғалімі, екі базар жоқ қыз және типі качок тұр. Би оның алдына отырады. Коул болса қолындағы жіпті пышақпен кесіп жатыр. Бірақ бұл әрекетін олар айнадан көріп тұр. Бұл уақытта екі милиция ағамыз ішке кіріп келеді. Типі качок найзаны милиция ағайдың біреудің басына қадайды. Бірақ ол атып қалып, Норм қызының бала емізетін жеріне тигізеді. Би екіншісін құрбандыққа шалып жібереді. Ана қыз тірі қалыпты. Жағдайды пайдаланып Коул қашады. Артынан Черный қуып, бірақ ол екінші этаждан құлап, труп болады. Ол қашып шығып сарайға тығылады. Сарайдан фейерверк тауып алып, подвалға түседі. Қазақ тіл пәнінің мұғалімі артынан түседі. Коул тығылып жатса, қақпаның дауысы Коулды тауып береді. Бала фейерверк жіберсе, ол тимей қалады. Ол қашып шығып, оны қамап жарып жібереді. Хабарландыру: Американың бір мектебіне қазақ тіл пәні мұғалімі қажет. Бірақ Качок Макс оны күтіп алады. Бала қашып жүріп, Качок Макстың тасынан бір тебеді. Бірақ ол бұда жоқ сияқты. Макс оған Москваны көрсетем дейді. Бұл кезде Толстой қара бала жұмыртқа лақтырып жүр. Макс оған барлығын шешіп келуді тапсырады. Коул Черныйға барып барлығын айтады, бірақ ол оған сенбейді. Есесіне басына жұмыртқа ағызады. Бала қуу жалғасады. Коул ағаштың басындағы үйге мінеді. Макс болса артына мініп, оны сипалап жатқанда, аяғын астындағы ағаш сынып, ол өзіне қол жұмсап, ана өмірге аттанып кетеді. Марқұм жақсы жігіт еді. Ол Меланидің үйіне жүгіріп келіп, барлығын айтып береді. Би артынан кіреді. Мелани Коулды сүйіп алады. Коул кәдімгідей дух жинап алып, үйіне келсе, ештеңе болмағандай барлығы жинастырылып қалған. Мына қыздан басқа. Кухняға кірсе, ол ежелгі кітапты көреді. Бұл уақытта Элисон оның аяғынан жабысып, ол баланың үстіне атша мініп алады. Төбелес кезінде оның емшегіне тиіп кетеді. Қыз болса Коулды айыптай бастайды. Бір уақытта Би оның тауық миын шашып тастайды. Егерде бұл кітапты берсе, ол тыныш кететін айтады. Бірақ та Коул оған сенбейтінін айтып, кітапты өртеп жіберем дейді. Би болса, егерде кітапты берсе, қайтып барлығын басынан бастап, қалаған істеуге рұқсат беретін айтады. Бала болса, кітапты өртеп, үйден қашып шығып, машинамен үйде тұрған Биді жоқ қылады. Шуға айналаның жігіттермен ата-анасы келеді. Осылай бұл кинода бітеді. Арнамен бірге болған барлық көрерменге алғысымыз шексіз. Келесі көріскенше.